Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Енді біз Камтазия студиясы туралы тағы да сабақ жүргізетін боламыз. Енді Камтазия студия деген не? Камтазия студия деген бұл өте керемет, мүмкіндіктері өте көп, видео жасауға болады үй жағдайында. Ол үшін сізге алдымен жасыл фонға әдемі етіп, өзіңіз жасыл мата алып, жасыл матада керемет фотолар, керемет видеоларды сапалы түсіріп алуыңыз керек. Жарық мол түсу керек. Сізге арнайы штатив керек, яғни жарығы бар, телефон ұстап тұратын әдемі штатив болса, диаметрі үлкен, сол жерге жасыл матаны қойып, арнайы оқушыларыңызды тәрбие сағатқа немесе басқа да өзіңіздің сабақтарыңызды үй жағдайында сыныпта түсіруге болады. Сонымен қатар сізге фонға футаж таңдау керек болады. Бұл футаж деген YouTube каналында өте көп, түрлі тақырыпта іздесеңіз болады. Футаж 9 мамыр, футаж мысалы 1 наурыз тәуелсіздік күні, мысалы футаж виртуальная студия, немесе ағылшынша жазсаңыз бірінен өткен бірі керемет футаждар тұрады. Яғни оны сіз YouTube каналынан жүктей аласыз. YouTube каналынан EKS-ті қоя отырып ағылшынша жүктеп аласыз. Немесе YouTube каналына мана как скачать видео из YouTube деп жазсаңыз, өздері шығарып береді. Енді біздер Камтазияда жұмыс жасауға көшейік. Ол үшін алдымен біздер футаж таңдап аламыз. Мысалы, мен мына бір футажды аламын. Футажды алдым, оны бірінші дорожкеге қоямын. Бірінші дорожкеге қойғанда, бұл бірінші дорожкеде міндетті түрде футаж тұрады. Футаж бірінші дорожкеде бұл, яғни артқы фон. Задний планда не тұрады сізде? Задний пландағы нәрсе осы бірінші дорожкеде тұрады. Екінші дорожкеге, мысалы, мен оқушымды әкеліп қоямын, немесе өзімнің бейнемді қоямын. Сосын осылай әдемі етіп әкеліп қоямын. Жан жағын барын, артық жерінің барын кесіп тастаймын, қырқып алып тастаймын, барлығын жөндеймін, келтіремін әдемі етіп. Сосын келтіріп болғаннан кейін мен енді оны мына море деген батырма арқылы басқан кезде, морені басқан кезде визуаль деген жазу шығады. Төмен қарай басқанда мына тен, тонировка изображения, рамка, remove color'ды басқан кезде осындай не шығады, соның ішінен мен жасыл түсті таңдаймын. Жасыл түсті таңдап, мына жерде select color'ды басамын. Яғни пипетканы алып, мына жасыл матаға басқан кезде, яғни арттағы жасыл фон жойылып кетеді. Және оқушымды былай етіп созуыма да болады, кішірейтуіме де болады. Осы жерге әкеліп қоямын. Және мына жерге, мысалы, мен экранға осы сабаққа байланысты, мысалы, әдемі видео болса, видеоны да қойып қоюға болады бұл жерге әкеліп. Мысалы, егер сізде видео болатын болса, тақырыпқа сай әдемі бір жақсы видеолар болатын болса, сіз оны немесе картинкасын сіз осы жерге әкеліп қоюыңызға болады. Яғни сабақтың тақырыбына сай келетін, мысалы, бір кез келген картинканы әкеліп, мысалы, сабақтың тақырыбына сәйкес келетін кез келген бір картинканы әкеліп қоюыңызға болады. Ол мысалы, әкеліп қойған картинкаңыз мына жерде тұрады. Сіз оны барасыз да, мына жерге 4-ші дорожкеге қоясыз. Сосын оны былай етіп кішірейтіп, әкеліп, мына экранның көлеміне байланысты қоюыңызға болады. Яғни сабақтың тақырыбына сай суреттер осылай қойып қоюға болады. Бер жағында сіз сөйлеп жатасыз, әдемі етіп, мысалы, осылай қойып қоюға болады. Енді бұл оқушы сөйлеп жатады, және бұл оқушының немесе сабақтың тақырыбын жазып қою үшін мына жерде коллодс дегенді басқан кезде Т әріпі шығады. Коллодсты басқан кезде мына жерге басасыз. Яғни Т әріпі шығады. Бұл жерде яғни жазу жазылады деген сөз. Так, бұл жерге мысалы біз оқушының аты жөнін мысалы жазып қоямыз. Осылай етіп, өзіңіздің аты жөніңізді немесе оқушының аты жөнін жазып қоясыз. Сосын оны келіп, мысалы, астыңғы жолға түсіресіз. Егер
сіз оқушының аты жөні тек қана басында көрініп тұрсын десеңіз, осы ұзақтық жарайды. Ал егер сіз оқушының сөйлеген сөзі мына видео біткенше десеңіз, оны осылай әкеліп қысқартуға болады. Енді қараңыз сіз, мына жерде біздің футажымыз өте үлкен болып тұр да, ұзақтығы. Сондықтан біз бұны былай етіп әкеліп қысқартуға болады, немесе былай қысқартамыз. Мына жерге қойып қоямыз. Мына бір жағы жасыл, қызыл тігінен тұрған сызықты. Осының қызыл жағын созамыз да, қажетті жерге дейін әкелеміз, сосын өшіріп тастаймыз. Сол кезде артық жері ашылып алынып қалады. Енді мына жерде біз қарайтын болсақ, басынан бастап, судың тарапынан суға батырылған денеге кері итеруші күш әсер етеді. Бұл Архимед күші. Яғни бұл жерде мысалы міне біздің суретіміз қысқа болып қалды. Сондықтан егерде біз тағы да сурет қоям десеңіз, сіз екінші суретті де әкеліп қоюға болады. Мысалы тағы бір мына бір суретті қойсаңыз, мына бір суретті осы жерге әкеліп қоюға болады. Мысалы міне суретті әкеліп қойсаңыз, осы жерге сурет тұрады. Яғни бұлар бір-бірімен байланысып тұрады суретіңіз. Ол суретті де кішірейтіп мына жерге қоясыз. Немесе осы суретті мына жерде визуал батырмасын баса отырып, суретті оңға, сол жаққа қарай, мысалы, былай етіп бұруға болады. Былай етіп бұруға болады. 3D форматта. Немесе мына қыздың да бейнесін былай етіп бұруға болады. Мысалы, мына етіп. Яғни сіз өзіңіз сол жерде болсаңыз, яғни экранға қарап сөйлеп тұрған сияқты боласы да, осылай етіп жасауға болады. Міне. Ал егер сіз келесі жоғарғы, мысалы, мына жерге тағы да бір нәрсе жазғыңыз келді. Мысалы, сіз бір нәрсе жазғыңыз келсе, жоғарғы жағына, немесе мына Аиша деген жазу бітіп кетеді де, Аиша деген жазу тек қана мына бірінші неден кейін шығып, мына жерге сіз басқа да бір текст жазғыңыз келсе, онда, яғни, сіз келесі сөз жазасыз. Мысалы, назарларыңызға рахмет деген сияқты. Осы жазуды осы жерге былай етіп жазасыз. Міне. И бұл жазу, мысалы, міне барлығы бірге аяқталу керек. Ол үшін төменнен мына бірінші дорожка, екінші дорожка, үшінші дорожканың мынандай ұзақтығын қарап отырасыз. Яғни дорожкалерді сіз қосу батырмасын қосу арқылы, мысалы, сала бересіз. Бірақ ең маңыздысы бірінші дорожкаде бізде футаж, яғни соңына ең, мысалы, артқа не қойғыңыз келеді, сол бірінші дорожкаде тұру керек. Соны ұмытпаңыздар. Яғни бірінші дорожка бұл басқа орын ауысып кететін болса, егер, мұнда сіздің видеоңыз сәтті шықпайды. Мысалы, басынан бастап қарап көрейік. Судың тарапынан суға батырылған денеге кері итеруші күш әсер етеді. Бұл Архимед күші. Осылай болады. Енді бұны сақтауды тағы сіздер білесіздер, мана айтылды. Яғни MP4 де осылай аласыздар. Далее батырмасын басамыз. Қай жерге сақтау керек екенін белгілеп аласыз. Сосын, мысалы, мына жерге жазасыз. Рабочий столда тұрады, және ол сақталады. Және ол сақталып жатыр. Ол міндетті түрде сақталады, міне. Сақталуы міндетті түрде күтесіз. Оның сақталуын күтпесеңіз, онда сіздің жұмысыңыз
нәтиже бермей қалады, яғни басқа кейбір сайттар сияқты ол өзінде сақталмайды. Бұл мына жерде міне жасалған дүниеміз бізге көрініп жатыр. Батырылған денеге кері итеруші күш әсер етеді. Бұл Архимед күші. Міне осылай біздің жұмыстарымыз рабочий столда сақтала береді. Рабочий столға сіз өзіңіздің кез келген дүниеңізді сақтап аласыз, кейін оны басқа жерге өзіңіз папкеге салып қоясыз. Мысалы, міне Айшаның мына жұмысы осы жерде сақталды. Папкеден сіз шығарып аласыз да басқа жерге сақтап қоюға болады. Енді бұл жерде мына жұмыс бітпегеннен кейін бұл жерде енді өшірілмей жатыр. Камтазиямен жұмыс жасаудың бар қыры-сыры осы. Енді құрметті әріптестер, міндетті түрде, яғни жасыл фон болу керек, және сол жасыл фонды сіз өзіңіз үй жағдайында, мектепте, яғни оқушыларыңызбен түсіре беруіңізге болады. Оқушыларыңызбен өзіңіз түсіре беруге болады. Яғни жасыл фонды алып, сіз істейсіз, арнайы, мысалы, мынадай етіп, әдемі етіп. Мынаның орнына мен, мысалы, басқа нәрсені қояйын. Мысалы, мына жерге былай қойып, сосын мына фонды әкеліп, мысалы, мен мына бір нені тек қана басталуына аламын. Яғни басталуына аламын. Өте кішкентай қылып, сосын мына фонды мен артығын қиып тастаймын. Мысалы, тыңдап көрейік. Жетелейді алға Бұл жерде, мысалы, міне өте әдемі болып тұрған жоқ. Ол үшін біз не істейміз? Кішкене басталуында былай ығыстырамыз мына оқушыны. Себебі басында бізде тек қана мына бейне шығу керек. Жазу ештеңе қоймаймыз. Мысалы, мына ойнап тұрады жаңалықтар сияқты. жетелейді алға. Енді біздер оқушыны мына жерге қоямыз. Оқушыны қоямыз да, сосын тағы да оқушыны біз әдемі етіп әрлейміз. Ол үшін море деген батырманы басып, визуалды, яғни визуалды таңдап аламыз. Визуал дегенді рамканың астында тұрады. Пипеткіні аламыз. Пипеткіні аламыз да, яғни толеранспен келтіреміз. Оқушыны кішірейтуге болады, немесе үлкейтуге болады. Әдемі етіп. Сосын мына жерде, мысалы, мына жерге енді оқушының аты жөнін жазамыз. Айбар Ирада. Осылай жазамыз. Сосын келесі жазуға ұстаздарға мың алғыс. Ұстаздарға мың алғыс. Мың алғыс дейміз. Мына жерге, мысалы, біз мына Ираданы біз кішкене мына визуалды басу арқылы оңға, солға былай етіп кішкене елеп бұрып қоюға болады. Немесе кері қарай. Яғни сіздің бейнеңіз қай жақта тұр, соған қарай, мысалы, сіз қозғалтуыңызға болады. Мысалы, міне
яғни футаж дұрыс таңдап алуыңыз керек. Футажыңыз, самый главный футаж қай жақта тұр, сол жаққа қарай сіз еңкейтесіз, яғни баланы. Осылай да қоюға болады. Яғни бір қырынан оңға, солға етіп бұрып қоюға болады. Енді мына жерге біздер, мысалы, кез келген бір картинканы қоюға болады. Кез келген картинка, мысалы, біздер аламыз да изображениеге кіріп, мысалы, мен өзіміздің оқушылардың картинкасын қойып қояйын. Сынып оқушыларының картинкасын әкелемін де осы жерге қоямын. Ол үшін мына дорожкаға қоямын, сосын төменнен қараймын. Яғни біз бұл жерде, мына жерден бастап қоямыз. Соңына дейін ираданың сөзі біткенше, және оның көлемін кішірейтеміз. Мына жерге әкелеміз, былай етіп әлі де кішірейтеміз. Сосын бұны кішкене біз созамыз. Жоғары қарай тартамыз. Және енді біз бұны визуал арқылы істейміз. Кері қарай бұрамыз. Яғни міне минус деп бұны кішкене несін келтіріп аламыз. Бағытын келтіріп аламыз. Міне бағытын бәрін созып, әдемі етіп, осылай етіп, дүниелер жасауға болады. Яғни бұл жерде кез келген видеоңызды да қойып қоюға болады сізге. Енді басынан бастап тыңдап көрейік. Мынау басы кіріспесі. Жетелейді алға үміт күлім дейді таң күліп, жол көрсеттің бізге сен, ұмытпаймыз мәңгілік. Бастауыштан киелі талай дарын түледі, әрбір бала өзіңді есіне алып жүреді. Енді бұны мынағыдай сақтаймыз. Сақтау үшін далее батырмасын басамыз. Безымянный 30-33, және ол рабочий столда білен сақталып тұр. Міне сохранить. Готово. Осылай ол сақталады. Рабочий столға сақталып жатыр. Құрметті әріптестер, Camtasia'мен жұмыс жасау өте қызықты, әрі оның мүмкіндіктері өте көп. Көптеген мүмкіндіктері бар. Онымен болашақта жұмыс жасау барысында сіздер бірнеше дүниелерді үйренуге болады. Енді мына жерде біздің жасаған дүниеміз сақталып жатыр. Оны қарап жіберейік қазір. Тез жүктеледі. Еш уақытта сіз жүктеліп жатқан кезде X-ті бастамаңыз, немесе басқа да жұмыстарды жасамаңыз. Ол дұрыс сақталмай қалуы мүмкін. Жетелейді алға үміт күлім. Осылай керемет дүниелер жасауға болады.